ескертіп, потом келгенде бізге үйге келіп айтып кетті, что біз жақып кеттік деп. Мен біз ойладық, оны потом ашады шығар есік кешке қарай деп. Одан ашпаған. Кешке қарай неден жұмыстан келген кезде інім келген ғой, мен басқа жақта тұрып отырмын. Сол алған иіс болғаннан кейін қызым ауырып бастаған, қысқым келеді, басым айналады деп. Одан участковый шақырдық, қарасына есікті ашып берсін деп, что істегенін шығарсын деп. Келді, скорый келді, не келді, сонымен алып кетті. Үйде 3 бала болды, папам, інім болды ғой. Бесігі болды. Папам енді таңертеңнен кешке дейін болған ғой енді үйде. Ол кісі терезелерді ашып қойған, тазалап не істеймін деп, есін кетірем деп, бірақ есін тек туалет пен ваннада болған, қатты Стравадан келген ғой, есі қатты. Жақсы жағдайлар бәрі, шүкір. Қазір алып келетін больницаға. Врачтармен сөйлестім, бәрі жақсы дейді. Тек таза ауада жүрсін дейді кішкене.